Ал жануарлар болса бізде ол шөппен қоректенеді, иә? Ал сонда баласы сұрақ қояды. Өсімдіктер қалай қоректенеді дейді. Мінекей сұрағы, иә? Өсімдіктер қалай қоректенеді дейді. Заттар деп айтады осындар, иә? Жалпы бұл бізде қате тұжырым болып табылады. Ол бізде топырақтан тек қана суды және минералды заттарды сіңіреді, иә? Ал ауадан қоректенеді. Ауадан қоректену процесі ол фотосинтез процесі арқылы жүреді, иә? Көмір, қышқыл газ, оттек, минералдық заттар, су, Жақсы. Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Бүгінгі сабағымызда лесін стадий бойынша сабақ жақсы өтті. Балалар белсене қатысты. Балалар өз деңгейінде рефлексиясын жақсы жеткізе алды деп ойлаймын. Енді сабақ өте жақсы тақырып алғансыз. Фотосинтез үдерісі туралы ауқымды тақырып өте жақсы деңгейде өткізе алды деп ойлаймын. Ендігі ұсынысым келер жолы сабақта платформаларды қолдансаңыз. Жақсы, бүгінгі тақырыбымыз өте жақсы. Фотосинтез үдерісін алыпсыз. Менде бұнда жәнегі Б дәрежелі оқушының тобындағы оқушыны алып отырмын, Рахымжан. Бұл жерде бала өз дәрежесінен де жақсырақ жұмыс жасады деп ойлаймын. Өйткені сабақ барысында өте белсенді қатысып отырды, сұрақтарға бірінші жауап бере алып отырды. Сондықтан бұл бала өзінің дәрежесінен де жақсы қорғап шықты. Және де әрқайсы тапсырмаларды мұқият орындап, жылдам жауап беруге тырысты, өз ойын жүйелі түрде жеткізді деп ойлаймын. Және де басқа балалар туралы айта кетсем, бұлай да бәрібір қарап бақылап отырамыз ғой. Қарап отырдым, бәр бала өз дәрежесінде алып отырды. Және оларда қолданған мұнда көрнекіліктеріңіз және мына жердегі рефлексияны алдыңыз ғой. Сол жердегі балалардың жазғанын қарасақ, бұл жерде балалар осы тақырып бойынша жүйелі түрде түсінгендігі және де өз осы функционалдық сауаттылық дейміз ғой. Сол сауаттылықпен байланыстыра, осы өмірмен байланыстыра отыр деп ойлаймын. Сабағымыз өте жақсы, тамаша, жоғары деңгейде өтті. Мен енді көргім келеді, сіздің сабағыңыздан бұдан да жақсы деңгейде, мақсатыңыз өте жақсы айқындалған, барлық балалар қатысып отыр. Сол жәнегі әріптесіміз айтпақшы, платформаны қолдансаңыз, енді бәр бала қазір телефон бар, платформалармен жұмыс жасаса, сабағымыз өте керемет деңгейде өтеді деп ойлаймын. Рахмет сізге. Жақсы, рахмет.